Баршаңызға ассалаумағалейкум. Мәсімов, Садықұлов және Ерғожинге қылмыстық кодексінің 5 бабы бойынша айып тағылып отыр. ОРД сайтының сауалына берген жауабында бұрынғы төрағасы Кәрім Мәсімов пен оның экс-орынбасарлары Әнуар Садықұлов пен Дәулет Ерғожин қылмыстық кодексінің қандай баптары бойынша іс қозғалғанын түсіндірді. Тергеу жедел тобы Кәрім Мәсімовке, Әнуар Садықұловқа, Дәулет Ерғожинге және басқа да тұлғаларға қатысты мынадай баптар бойынша қылмыстық істерді тергеп жатқанын айтты. 1. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 175 бабының бір бөлігі мемлекетке опасыздық, қарулы қақтығыс кезінде жау тарапына өту, тыңшылық. 2. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 179 бабының 3 бөлігі билікті басып алуға немесе ұстап қалуға үгіттеу, немесе жария түрде шақыру. 3. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 218 бабы 3 бөлігі 3 тармағы қылмыстық жолмен алынған ақшаны немесе мүлікті заңдастыру. 4. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 362 бабы 4 бөлігі 3 тармағы ауыр зардаптарға әкеп соққан билікті немесе лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдалану. 5. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 366 бабының 4 бөлігі аса ірі мөлшерде пара алу. Бұл ретте Кәрім Мәсімов пен Әнуар Садықұловтың қамау мерзімі 6 мамырға дейін, Дәулет Ерғожиннің қамау мерзімі 8 мамырға дейін ұзартылды. Біз әлемде және Қазақстан жаңалықтар жайында шындықты айтамыз. Лайк, коммент арқылы көмектесіңіз. Жазылуды ұмытпаңыз. Бұл арна үшін сіздерден ең үлкен көмек.